жақсы күшті негізі андай вайб күшті, екеуміз әйім тілдесеміз да енді. И ол нәрсені ұмытып кетемін да, и бір кейде болып қалады, бір стоп болып қалады, қой деген сияқты ше, мысалы қарында. Иә, сол андай сенің сөзіңнен андай бір блок тұрған сияқты да ше. Типа мынау менің қарындасымның құрбысы ғой деген сияқты блок тұрған сияқты сөзіңе. Мен енді басты андай ғой негізі, бір жаман ат сөз болып қалмасыншы деген нәрсе ғой. Енді ол да ыңғайсыз ғой. Мен қанша деген оның туған нағашы ағасым да, әулетте үлкен мен болғаннан кейін сондай нәрсе кедергі болады, енді болып тұрады. Бірақ енді ол уақыт келе, енді ол нәрсе бір ақырындап кететін шығар. Мен әзірден бастап мен ойлаймын, енді кішкене мен жақын болып келе жатырмын. Күнделікті мысалға хабарласамыз, сессиясын тапсырдым ба жоқ па деген сияқты, ондай қарым-қатынас қазір жақсы. Енді жұпқа дейін енді кішкене тағы да мен ойлаймын уақыт керек сияқты ол нәрсеге. Маған да шамалы үйрену керек сияқты ол дүниеден. Болса ханым, Әйгерім, қайырлы күн. Екеуі күшті жарасып отыр. Сіздерге сұрақ жалпы. Сіздерге сұрақ негізі. Майя, сіз осы бәрі жақсы болып келе жатса, Жанбекке қай уақытта тұрмыс құруға дайынсыз? Және де Жанбек, сен өзің қалай ойлайсың ол жағынан? Бәрі жақсы болып жатса, ата-анамен таныстыру жағынан, үйлену жағынан, сол қай уақыт аралығында жоспар бар? Мен тарапынан ойлаймын, енді мен тарапынан ата-анамен таныстыру ол қиын емес сияқты, өйткені Маяны көрді ғой, қанша дегенмен шет жағы бәрі білет. Енді бастысы қазір бізге енді жақсы тіл табысып, Маяны көңілін одан сайын ашып деген сияқты ғой. Одан кейін енді ары қарай Маяға да байланысты шығар. Мен тарапынан жалпы үйде айтып өтті ғой жаңа ғана. Ең үлкен немеремін әулеттен, әкем жақтан да, анам жақтан да. Сондықтан да енді мен айтпаймын, мүлдем дайын емеспін деп, бірақ кішкене уақыт керек болады, иә. Но 2-3 ай деп айта алмаймын. Дайынсыздар, иә? Қалайсыздар, саламатсың. Майя, привет, қалайсың? Майя қыз, Майя жан, өмірді Майялардың бәрі жалғыздық басын жаңа. Жайла сөйт. Негізі ашық деп адыр ғой? Нұржанның басында тимейді әйтеуір. Негізі ашық қыз деп адыр ғой? Негізі өмірде шынымен ашық қыз бұл кісі. Өмірде енді бір-екі рет жолығып қалдық қой. Шымкентский қыз ғой, енді шымкенттіктердің бәрі адаммен тез араласып кетеді. Бірақ сенің адамдармен былай тез тіл табысып кететінің бір Жәнібекке ұнамайтын сияқты да. Өткенде мысалы қатысушылармен бір жерде отырып қалдық. Сол кезде Бұжаймен былай кішкене не болып қалды да енді. Бұжаймен вообще елестеткен жоқпын бұл кісінің жанында ше, бірақ жақсы әзілдесіп отыр. Сол Жәнібекке ұнамай қалған сияқты болды да. Жәнібек, сен ұнамай қалдың ба негізі ол? Или айтамай отырдың ба, бірдеңе болып қалды негізі Маяға ше? Қой деп айтамайсың ба или сен? Ондай жағдай болды негізі, айттым ғой ашық қой деп. Енді Бұжаймен ол кезде енді аға ретінде ойнады ғой, бірақ сәл енді ыңғайсызданған бар. Бірақ одан кейін біз жеке қалған кезде сөйлестік. Содан кейін енді Майя айтты, негізі мен өзі өмірде сондай ашықпын, қатты мені бүйтіп қызғанып керек емес деген сияқты. Бірақ енді сонда қызғанғаныңызды айттыңыз ба Майяға? Иә, айттым. Бірақ енді Майя айтты, бір әлі қызғануға сәл ертелеу сияқты сізге дегенде. Мен бір қатты оғашқылық істемедім ғой енді. Дұрыс қой, иә. Ол кісінің өзінің Бұжайдың да өзінің қылығын білесің ғой, бала сияқты деген сияқты. Ол кісі де қоймайды екен деймін да, әйтеуір. Сен де қоймай жүрсің. Негізі қызғануға ертерек деп айтып жатырсың ғой Майя, негізі ше. Бұжаймен сен үйтіп жақын араласуға да саған да ертерек негізінде ше. Білмеймін, қатты жақыннан араласып отыр да, екеуі қолынан ұстап бір-бірін деген сияқты ше. Сондай әңгіме болып жатыр. Ол жерде қолынан ұстап болғанда қол алысу болды, Нұржан. Енді қол алысу болған кезде енді аяғынан ұстап алыспайсың ғой, дұрыс, қолынан ұстап алыссың ғой, қол ұстасу болды ғой. Енді саған сұрақ қоя кетейінші, сен келген кезде бұл кісінің қарындасы, жаңа жиен қарындасы деп жатыр ғой, мен бұл жаққа келетінді білген жоқ, шыққаннан кейін айттым деген сияқты жатсың ғой. Енді ол кісінің екеуіңіздің былай арақатынастарыңызға көзқарасы қалай? Жалпы дұрыс жағынан айтып жатыр ма или дұрыс емес жағынан ба? Жоқ, енді сіз сразу секіріп кеттіңіз ғой, жаңа ғана айтып алайық та, бірінші. Жаңа сіз айтып жатсыз, қол ұстасу деген сияқты. Ол жерде жалпы енді кімге қалай, ол дүниені қалай қабылдайды, әр адамның көзқарасы әртүрлі ол нәрсеге, дұрыс па? Мен ғана айта аламын деген сияқты айтуым керек еді бұл нәрсе. Жоқ, енді мен баласы ханым жауап бере кетейінші Бекзатқа. Сен сөйлемей қойды бүйтіп, аузым жаппай қойыңдар, жігіттер сендерге қатысты ше. Сосын мен бұл жақта біреудің қызын бір жігіттен тартып алайын деп отқан жоқпын. Комплимент айтсам, әдемі қызға жалпы комплимент айту керек деп ойлаймын жігіт тарапынан. Бірақ ол не азын айтып өтті, что мен ол қызға басым кетіп отыр деген сияқты нәрсе емес. Сондықтан
білмеймін енді бекзаттың бір айтатын Баласахан, мен Садәулет. осы кезде, шынымен Майя сәлем, қош көрдік. Өте жақсы қыз, біз сыртта да бір амандасып қалғанымыз бар енді сол Бекзаттың кешінде. Неге комплимент айтпасқа деп ойлаймын да мен. Просто шынымен де андай Нұржан жаңағыдай Бекзат енді айтып жатыр ғой. Садәулетпен типа Ернар бір комплимент айтса, бір сол қызды бір тартып алу, болмаса араларына түсіп кету деген сияқты мақсат емес. Просто шынымен де көзге көрініп тұрған әп-әдемі қыздың бейнесін неге біз суреттеп айтпасқа. Просто Джонни мен біз конкретно мен Джоннидің өзіне де барып айтқам. Джонни, менен ешқашан бүйтіп күдіктенбесең болады, потому что мен ондай адам емеспін. Сен мені білесің деген кезде Джонни де айтқан. Жоқ, Садәулет, біз сенеміз, мен саған сенем, просто арамызда ондай әңгіме болмасын деген сияқты. Айтты, біз екеуміз бірге бір ғана болды. Просто мынандай болды да, Майя мені историясына салып қойған екен, онда тұрған не бар дедім да, мен де өзіме обратно салып қойдым. Мен, наоборот, ол менің өнерімді қолдағанда, мен де кішкене разы болып, наоборот, обоюдно бір-бірімізге деген сыйластығымыз. Баласа ханым, мен Садәулеттен сұрай кетсем бола ма? Негізі Майя екеуіңіз бір-бірлеріңізге тіркелгенсіздер ма? Отметкадан кейін? Жоқ. Екеуіңіз бір-біріңізді лайк басу деген сияқты сіздің тарапыңыздан болған жоқ па? Жоқ. Просто жаңа айтып жатыр ғой, Баласа ханым, менен именно қорықпай қойсаң болады деп. Негізі бүкіл жігіттен қорқу керек сияқты Жәнібекке. Себебі кез келген жігіттен шығуы мүмкін нәрсе енді, білмеймін. Именно Ернардың ондай әрекет жасап, біреудің қызына ондай әрекетін көрмеген шығармын. Енді Садәулеттікінде көп байқамаған, бірақ именно Бекзаттың жаңағы пікірді айтқан кезінде мен өзім ойланып қалдым да, вроде бы Нұржанды қолдап отыр, и Жәнібекке олай қатты айтпай қойыңдар деген сияқты бір мысль ұстап отыр. Бірақ өзі осыған дейінгі Майя келем дегенге дейінгі жаңағы Ақерке деген үміткері болды. Сонымен өзің бір рет кездесуге шығып тартып алған ер азамат сен емессің ба? Сен просто Нұржанның да сондай бір әрекет істейтін шығар деген сияқты қылып, екеуің просто андай бірдей ойынмен адамдардың андай қалаған нәрселеріңді бірдей ойынмен жұлып алатын ер азаматтың типтары сияқтысыңдар шандай қылып. Бірге бұл ақ көңілмен сендерді бір свиданиеге апарады, бірақ сендер аласыңдар да оның қызына көздерің түседі. Сен де Ақеркемен солай таныстықты бастадың. Нұржандікі де тура сондай болады деген сияқты қылып сен оны қолдап отырсың. Ол нәрсе дұрыс деп ойламаймын. Баласа ханым, айта салсам Қазір айта кетейінші, негізі біз талқылап жатқанымыз Нұржанның Майяға көңілі бар деген сияқты әңгімені айтып жатырмыз. Нұржан таныстықтағы адам, үміткері бар. Оның үстіне сіздер бір айдан астам ба уақыт біргесіздер. Бірақ қатысушылар бір айтты, өткен жолы екінші рет айтты. Содан кейін сізден бір тоқтам болмай ма? Комплимент болсын, басқа болсын дегенде немесе Бұл кісіге мен комплимент айтып жатқан жоқпын. Өзімнің жерлесім ретінде бір өзімнің қолдау сөздерімді айтып жатырмын. Содан кейін мені қатысушылар айтты ғой жаңа қызғаныш сияқты, басқа сияқты деген сияқты. Соның барлығын тыйып, сізге керек емес адам болса, сіз не үшін күйіп түсуіңіз керек? Жоқ, енді қарындасым ретінде қарап, одан кейін өзімнің нелерімді қорғап, нелерімді айтып жатырмын да, не болып кетті мынау. Былай ғой, негізі мен қойсаңызшы. Болды, қоям, негізі мен жұптыққа дейін бара жатқан адамым, бұйыртса деп өзімнің Ақеркем бар. Мен Майяға ешқандай көз салып отқан жоқпын. Просто өзімнің бір ағалық жерлес ретінде қамқорлығымды көрсетіп жатырмын деп түсінсеңіздер. Негізі андай ғой, ол жақта аш қасқырлардың аузын жабу мүмкін емес бұларға. Қанша айтсаң да, қанша не десең де, одан толқы жоқ. Адамның өзінің бір, мысалы, менің қызыма біреу комплимент айтып тұрса, мысалы, маған бір түрлі уже солидарностьқа жатады ары қарай. Бұл жақта Жәнібек стоп қоятын Жәнібек. Мен соған таңғаламын да Жәнібекке. Базар жоқ, ақ көңіл, ашық жарқын, жақсы жігіт. Бірақ еркекте мыс деген болу керек та, по-любому. Өйткені ол любой қыз, ол